Сәлеметсіңдер ме балалар? Биыл 175 жыл толып отырған қазақ даласындағы ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деген сөзімен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ой қозғау мақсатында сіздердің назарларыңызға мына суреттерді ұсынамын. Осы суреттерге қарағанда қандай ой туды? Тахауи Ахтанов кім? Өткен сабақта қандай шығармасымен таныстық? Шығарманың сюжеттік желісі, эпилог, прологтарды қалай анықтадық? Қазақ даласындағы қандай күйшілерді білесіздер? Күй өнер туындысы. Домбыра, мұнша шешен, болдың неге? Күй толған көкірегің шежіреме, сыр қозғап ғасырлардан жөнелесің, саусағым тиіп кетсе ішегіңе деп Қасым Аманжолов ақын жырлағандай қазақ даласындағы Тәттімбет Қазанғапұлы, Құрманғазы Сағырбайұлы, Дина Нұрпейісовалардың мына туындыларын естеріңізге мәңгі сақтаңыздар. Тахауи Ахтанов күйдің құдіреттілігін, күйдің киелілігін күй аңызы әңгімесінде баяндап берсе, сіздер осы әңгіменің мазмұндық желісімен таныстыңыздар. Осы шығарманың композициялық құрылымын мына тапсырма бойынша сәйкестендіріңіздер. Шығарманың эпилог, прологын анықтау мақсатында сіздерге 6 сауал қойылып келеді. 6 неліктен әдісі бойынша. Қыз бала неліктен қаймықпай жолаушылардың аттарын белдеуге байлады? Неліктен ақсақал жолаушыларға сусын ұсына алмады? Неліктен естемес күйші жаңылға көз тастай берді? Естемес неліктен ақсақалға қолқа салды? Қыз неліктен нардың емшегін қысып ұстады? Естемес күйші неліктен жолын Оразымбетке берді? Биыл осы 4-ші тоқсанда 4-ші бөлімді қиял мен шындық бөлімін бастағанымызда өткен сабақта айтқан болатынбыз. Міне осы бөлімнің аясындағы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күй аңызы әңгімесінің тақырыбы мен идеясы. Сабақтың басты мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашып талдайтын боламыз. Осы мақсатқа қол жеткізу барысында қалай бағаланамыз? Әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық ерекшелігін көрсету арқылы бағаланатын боласыздар. Шығарма идеясын анықтайсыздар, ұлттық мүдде тұрғысынан ашып жазасыздар, ойларыңызды жүйелі жеткізесіздер. Міне осы қадамдар бойынша сіздерге ұсынылатын тыңдалым тапсырмасы алдымен Білім.Ленд.kz сайтынан сіздерге үзінді беріледі. Осы үзіндіге назар салып, шығарманың идеясын ұлттық мүдде тұрғысынан ашуға тырысыңыздар. Алдымен мәтінді мұқият тыңдап аламыз. Әңгіме әлеуметтік, адамгершілік мазмұнда сипатталады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан сүзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп,
суалған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған. Міне осы білімленд KZ сайтынан сіздерге сілтемені ұсынып отырмын. Толық нұсқасын сонымен бірге сіздер мына кітап KZ сайтынан да оқи аласыздар. Кітап KZ сайтынан да оқи аласыздар. Олай болатын болса, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сіздердің алдарыңызға осы бірінші тапсырманың шығарма идеясын анықтау тапсырмасы ұсынылады. Ойларыңызды жүйелі мына үзінді бойынша жеткізесіздер. Екінші тапсырма сіздерге жеке жұмыс, бұл да жеке жұмыс ретінде жүзеге асырасыздар. Сіздер екінші тапсырманда шығарманы ұлттық мүдде тұрғысынан ашып жазасыздар. Мына үзінді бойынша, ортада қаламсап әдісі бойынша. Бүгінгі сабақта сіздер бағалау критерийлері арқылы қалыптастырушы бағалау бойынша бағаланасыздар. Өздеріңіз бағалайсыздар. Және сіздерге бүгінге кері байланысты бағалаушы сұхбат арқылы беріледі. Бүгінгі сабақта қандай жұмыс түрі ұнады, неліктен, бүгінгі тақырыпты түсінуге не ықпал етті, сіздің оқып үйренуіңізге қай әдіс қаншалықты әсер етті, я болмаса кедергі жасады. Оқуға қатысты бағалаушы сұхбатты жүргізетін болсақ, бүгінгі тақырыптан нені білдіңіз? Тақырыпқа қатысты қандай сұрақтарыңыз бар? Әлі де нені білгіңіз келеді? Жалпы бүгінгі сабақтан алған біліміңізді келешекте қалай пайдалана аласыз? Міне бағалаушы сұхбат арқылы осылай кері байланыс сіздерге беріледі. Үйге тапсырма күй аңызы әңгімесінен ерекше әсер еткен жолдар туралы жазу, сонымен қатар кітап KZ сайтындағы сіздерге ұсынған осы кітап KZ сайтында сіздерге Абайдың күйлерін де тыңдауға ұсыныс айтамын. Сондықтан бұл да сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.